Қазақстанның кей өңірінде боран соғуы мүмкін. Синоптиктердің болжауынша еліміздің батысында қар жауып, оңтүстік жақтағы таулы аймақтарда қалың тұман түседі. Ауа райына байланысты қазір 12 облыстағы халықаралық және республикалық, сондай-ақ жергілікті жолдардың 100-ге тарта учаскесі жабық. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін трассаларда полицейлер мен құтқарушылар күшейтілген тәртіппен қызмет етуде. Түркістан мен Жамбыл өңірлеріндегі ахуалға қарай бүгін жедел штаб та құрылды. Құзырлы органдар аяз келгелі барша халыққа көлікпен сапарға шығудың аса қауіпті екенін ескертіп жатыр. Алайда оған құлақ асқандар қатары аз көрінеді. Тақырыпты әріптесім Оразай Нұртай жалғастырады. Ішкі істер министрлігінің мәліметіне сүйенсек, соңғы 3 күнде қар құрсауынан 1000-нан астам адам құтқарылған. Олардың 25-і бала. Бүгінде 12 облыстағы трассалардың 100-ден аса учаскесінде қозғалысқа шектеулер енгізілген. Онда көмек көрсету мақсатында 500-ге жуық жылыту пункттері құрылған. Ауа райының нашарлауына байланысты жол көрінбей қалып жатыр. Сол себепті Түркістан мен Жамбыл облысының арасындағы трассалардың кейбір бөлігі жабылды. Шектеулер көліктің барлық түріне енгізілді. Саршұнақ аяз салдарынан сапар аяқсыз қалғандар көп. Мысалы, бірнеше күн бұрын Сарыағаштан Астанаға жүрген мына автобус Қарағанды облысына жеткенде от алмай 20 жолаушы жолда қалған. Ахуал күрделенгендіктен кей өңірлерде патрульдік экипаждар саны 2-3 есеге көбейді. Құрсауда қалғандар жылы жерге жеткізіліп, ыстық тамақпен уақытша төсек орындар беріліп жатыр. Аяздан құтқарылғандар арасында шетел азаматтары да бар. Балқашта бір күн қалып кеттік, жол жабық, кешкісін. Енді қазір келгендік, Қарағандыдан кіргізмей жатқанда сол Аскаровкан полиция қызметкерлері, акимет қызметкерлері, полиция қызметкерлері сол бізді акиметке әкеліп, бізге жылы тамақ қойып жатыр, шай беріп жатыр, жылы орын беріп жатыр. Синоптиктердің болжауынша алдағы күндері бірнеше өңірде аяз қайтқанымен кей жерде боран соғуы мүмкін. 15-16 желтоқсанда еліміздің батысында, оңтүстігінде және оңтүстік шығысында атмосфералық фронтальды бөлімдерінің өтуімен қар жауады. Республиканың батысында, оңтүстігінде және оңтүстік шығысында желдің күшеюі, жаяу бұрқасын, таулы аудандарда тұман, республиканың батысында шаңды дауыл күтіледі. Қазақстанның шығысында 30-40 градус аяз сақталады. Бүгінде Түркістан мен Жамбыл облыстарындағы жағдайға байланысты көлік министрлігінің ахуалдық орталығында жедел штаб құрылған. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін трассаларда полиция қызметкерлері күшейтілген тәртіппен қызмет етуде. Оразай Нұртайұлы, Алматы Ілиясов, Алматы телеарнасы.